Саламатсыздар студенттер. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы геометриялық денелердің проекциясы. Ол геометриялық денелерге кубик, үшбұрыш, цилиндр, тік төртбұрыш жатады. Мынау үшбұрышта, бұл негізі кубик, просто үшбұрыш деп қателестіріп жіберген. Мынау кубиктің алдына қарасақ, бұл фронталь болып неғылады. Бұл алдыңғысынан төртбұрыш, алдынан да төртбұрыш болып көрінеді, и профиль жаны болып, профиль жаны мен профиль деп аталады. Оның да жаны төртбұрыш, ал асты есе асты горизонталь болады. Ол да төртбұрыш болады, кубик. Сосын яғда пирамида, үшбұрыш. Мынау алдынан қарағанда пирамида да мындай. Ол пирамида жаңағы фронтальда, профильде үшбұрыш болып көрінеді, ал горизонталь төртбұрыш болып көрінеді астынан, яғни асты. Сосын мына объектілерде қандай ұқсастықтар бар? Мынау пирамида, мынау цилиндр, мынау кубик есебінде алайық. Бұл енді пока бізде не емес қой. И сосын мынау да цилиндр. Қандай ұқсастықтар бар осыларда? Так, бұны жаңағыда яғни айтып кеткеніміздей, мынау фронталь үшбұрыш болады. Дұрыс па? Мынау жаңағы пирамида ғой. И жаңағы мынау профиль бұл да үшбұрыш, ал асты горизонталь төртбұрыш болады. Яғни мынау цилиндрлерде, ол цилиндрде фронталь, ол цилиндр думалық болады, фронтальда профильде полный цилиндр болып есептеледі, ал асты есе горизонталь думалық болады. Сосын осылайық. Сосын мынау Астанадағы архитектура нысандары. Бұл да жаңағы нелерге кіреді. Мысалы, мынау үшбұрыш, мынау пирамида, мынау да пирамида, мынау жаңағы кубик. Бұл Гранд Алатау екен, и мынау бәйтерек. Бұны цилиндр ретінде ұқсас болып келеді. Ауыстырамыз. Бұны да ауыстырса. Жаңағы мынау жерлерде енді айтып кеткеніміздей үшбұрыш, бесбұрыш, шар, цилиндр, пирамида и куб. Бұларны жаңағыдай, тура бұларында егер фронталь, профиль и горизонталь айта кетсек, бір-біреуден қалай болады? Түсіндіңдер ғой, фронталь деген алдымен қарағанда, ал мынау горизонталь деген астымен қарағанда, и мынау профиль деген жанымен қарағанда. Оржында үшбұрыш қалай болады? Үш проекциясы. Оңай ғой тамы? Тұрдан қарағанда үшбұрыш, жандан қарағанда үшбұрыш, думалақ болады. Күшті. Сосын мынау шардың қалай болады? Ай сөйле. Қай жағынан қараса да дөңгелекке орналасқан. Күшті. Молодцы. Жақсы түсініп отырғансыңдар. Ал мынау неңізші? Кубиктікі. Береке. Кубиктікі қай жағынан қараса да кубик болып көрінеді? Жаңағыдай фронталь болды. Яғни нақтылай кетсек та. Бұл дұрыс. Цилиндр жаңағы енді цилиндр жұлдызай, цилиндрдің қалай көрінеді? Фронталь, горизонталь. Екеуі төртбұрыш болады. Цилиндрдікі ма? Төбесінен овал болады. Цилиндрдікі ондай болмайды ғой. Цилиндр ол домалақ болады. Қай жағынан қарасаң да ол цилиндр болады, дұрыс па? Мынау несінен фронталь қарасаң да и профиль қарасаң да, дұрыс па? Ал астынан горизонталь қарасаң домалақ болады. Төртбұрыш ода жоқ. Бұл ауыстырамыз. Бұны да ауыстырамыз. Бұны да ауыстырамыз. Ол апай осымен сабағымыз Сивараға жаңағы кубиктің нелері қалай яғни мысалы алдынан қарағанда, жанынан қарағанда атаулар қандай болды? Кубикті жанынан қарағанда латинский V буквасымен бөлінген, то есть фронталь турадан қарағанда тубик, фронталь төртбұрыш, астынан қарағанда горизонталь қарағанда қандай әріппен беріледі? Ашқанмен беріледі. Жанынан қарағанда W буквасымен беріледі. Так, бүгін Бауыржанға 5 қоямыз. Молодец, тамыр. Жақсы жауап берді. Айсәулеге де 5 қоямыз.
Берекеге, Береке де жақсы жауап берді сұраққа. Оған да 5, Севараға да 5. Жұлдызай сәл дайындалып, оған қақа 4 қоя тұрайын. Осымен сабақ аяқталса болды.